Сәлем балақай, бүгінгі сабағымызға қош келдің. Бүгінгі сабақта біз сенімен бірге 75-ші беттегі 13-ші жаттығуды орындайтын боламыз. Ендеше жаттығудың берілгеніне назар аударайық. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тап. Қанеки балақай, қандай жұмбақ берілген, алдымен оқып алайық. Қыс бойына жатады, тәтті ұйқыға батады. Бұл не? Қыс бойына жатады, тәтті ұйқыға батады. Бұл жануар секілді. Қандай жануар болуы мүмкін, балақай? Я, жарайсың. Дұрыс айтасың, әрине. Аю. Яғни, аю қыс бойы тәтті ұйқыда жататын жануар. Тамаша. Ендеше балақай, жұмбағымызды көшіріп жазып алайық. Әдемілеп, көркем жазамыз балақай. Жақсы ма? Ендеше бастаймыз. Жауабын астыңғы жолына жазып қояйық. Аю. Тамаша. Я, енді тексеріп алайық. Қыс бойына жатады, тәтті ұйқыға батады, бұл аю. Жарайсың балақай. Өте әдемі дәптеріңе көшіріп жаздың деген үміттемін. Ендеше бүгінгі сабақ саған түсінікті, әрі пайдалы болған болса, келесі сабақтарда кездескенше балақай.